Нұрболат қымбат үшін жобадан қуылды. Арсен мен қымбат бір болайық пен қосылайықтың тәтті жұптарымен қатысушыларын жобадан қуып жатыр. Ендігі кезек Нұрболатқа келді. Өткен аптада Нұрболат пен қымбат жобадан тыс жаңа қарым-қатынасты бастады. Қос жұптар күн сайын романтикалық кездесулер мен серуендерді бірге өткізген болатын. Қымбат қызымыз Нұрболатқа қолымен шай құйып, жылы лебізін білдірді. Нұрболат та қымбатпен жобадан тыс күнделікті кездесіп жүрді. Дубайда жүрген Арсен қымбатқа ашулы пост жазды. Маған ренжіме қымбаттым, Дубайда бірге қыдырсақ екен деп жазды. Арсен, естеріңізге сала кетейік, қазіргі уақытта Арсен мен қымбат екі жаққа кеткен болатын. Бірақ Арсеннің қымбатқа деген сезімі әлі де өшкен жоқ. Мұны Арсеннің стористеріндегі сөздерінен аңғарамыз. Бірақ Арсенде тыныш жүрмеді. Ол да бір болайықтағы тәтті жұптар Шалқар мен Жансаяның арасына түсті. Ол жобадан тыс Жансаямен де кездесіп жүрген. Айта кетейік, қазіргі уақытта Шалқар мен Жансая ажырасып кеткен болатын. Шалқар анасымен болған оқиғадан кейін жобадан қуылып, Жансаямен бірге тауда түнеді. Альмира ханым да бір апта өтсе де бүгінгі эфирде Нұрболатты жобадан шығарып тастауды жөн көрді. Нұрболат жобаның шарттарын бұзған үшін Нұрболатқа қатты ашуланып, Нұрболатты жобадан шығарып жіберді. Жобадан қуылған Нұрболат енді қымбатпен қосылды ма, жоқ па белгісіз. Естеріңізге сала кетейік, өткен маусымда Диана қымбатты Арсен үшін жобадан қуып жіберген болатын.